Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін ерекше күн. Бүгін жүректерде от болып жанған, тарихта алтын әріппен жазылған қасиетті күн. Бүгін 9 мамыр, жеңіс күні. Құрметті көрермен, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Якуб Шыңғысы Балғазыұлы, Жақынбек Ойдар Русланұлы және де Асылбек Нұрым Оразалыұлы. Ендеше Қай әскери бөлімшеде қызмет атқарасыздар? 32-17 әскери бөлімі артиллериялық дивизионында сол жақта әскери қызметшімін. Қасым Хасенов атындағы 68 әскери бөлімінің төтенше жағдай министрлігі Семей қаласында әскери бөлім өткіземін. Абай облысы 55 әскери бөлім бірінші атқыштар ротасында өзім жауынгерлік қызметін атқарамын. Енді қызметте алғаш келгендегі өздеріңіздің сезімдеріңізбен, сол кездегі әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Ең алғашқы әскери қызметке келгенім тіпті айтып жеткізе алмаймын, әрине. Қобалжу да болды, қорқу да болды. Бірақ оның барлығы артта қалды. Ондай сезімге жететіндей басқа да бір сезімдер әлі көрген жоқпын. Әскерге келу ол әрбір Қазақстан Республикасының әрбір азаматының міндеті болып табылады. Ол сезімді өздеріңіз сезім көрмесеңіздер, бұл сөзбен жеткізу ол мүмкін емес. Осы сөздермен мен де келісемін, өйткені бірінші рет келген кезде сен көп нәрсеге сөздің шынын айтқан кезде сен көп нәрсеге таңғалып отырасың. Өйткені сен өзің гражданкада жүрген кезде онда да көрмейсің сен. Әскери өмір саған көп жаңалықтар көрсетеді. Әскери өз қызықтарымен де көрсетеді, өзі пайдасын да көрсетеді. Әскери өмірде өте көп, өте қызық нәрсе көрінеді. Мен ойымша, мен келген кезде өте қызық болды басында. Әскери өмірде мен тағы не үйренер екенмін деген өз-өзіме сұрақ қойдым. Әскери өмірге келген, әскери бөлімге келген кезде бөлек сезім болды, қобалжу болды, қорқу да болды. Оның бәрі артта қалды енді. Сіздерге ер азаматқа айтарым, әскерге келіңіздер, қорықпаңыздар. Мұнда тек жақсы жаққа үйренесіздер, жақсы жаққа ұлисыздар. Сол әскерге келген себебім. Әскерге келген күннен бастап өмірлеріңіз қалай өзгерді, сол туралы айтып берсеңіз, жеке тұлға ретінде қалыптасуыңызға қандай бір әсер тигізді? Әскери өмірге келгенде ең бірінші үйренетініміз ол бізде әскери тәртіп бірінші орында. Тәртіп бар жерде барлығы да бар. Және үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершілікпен біз әрекет етеміз. Сол әрекетпен қалай әрекетті аяқтаймыз, солай есеп беруді үйрендім. Әскери өмірге келгенде мен біраз нәрсе үйрендім. Соның ең біріншісі ол жаңағы айтқандай тәртіп, достық, бір-бірімізге деген сыйластық, бауырмалдық. Отан алдындағы борышыңызды өтеу кезінде ең маңызды құндылықтар туралы айтып берсеңіз. Ең маңызды құндылық менің ойымша ол әке-шенің тәрбиесі, және де әскери келген кезде сен шынымен әке-шенің қадірін түсінесің. Өйткені өзің далада жүрсең, былай тілмен айтсақ, үйде жүрсең, үйде сен көп нәрсе мән бермейсің. Мама істей салшы, мама бүйте салшы, мама бүйте салшы. Әскерге келген кезде сен өзің жалғыз, өзің үйренесің. Бүкіл самостоятельность дейді ғой, орысша айтқанша. Орысша айтқанша самостоятельностьқа үйренесің. Патриотизм ұғымы туралы айтып берсеңіздер. Патриотизм дегеніміз ол ең алғашқы өз отанына деген махаббат. Ол сөзбен емес, іспен дәлелденетін зат. Олай әшейінге алғанда азаматтық жерде жүрген кезде көп жерде көреміз қоқыс жатады, қоқыстың бір алып қоқыс жәшігіне салудың өзі бір отанға деген үлес, отанға деген шынайы махаббат. Соның патриотизм деп өзім түсінемін. Сіздер үшін отан алдындағы борышты өтеу нені білдіреді? Отан алдындағы борышты өтеу ол өзіміздің отанға деген махаббатымыз, өзіміздің отанға деген сыйластығымыз. Отан алдындағы борышты өтеу деген тек көбісі ойлайды әскери келіп, әскерде қызмет етумен ғана шектеледі деп. Әскери тек онымен ғана шектеліп қоймайды. Отан алдындағы борышты өтеу ол білім алу және білім беру, медицинаны дамыту және еңбек ету, отанға деген үлесті қосу, осының өзімен әскери борышты өтеу деп түсінемін. Отан алдындағы борышты өтеу дегеніміз ол отан отбасыдан басталады дейді, ол отбасыдан былай қарап тұрсаң, отбасыдан да шығып, бөлек шығып отанды қорғау, отанды, елдің амандығын, тыныштығын күзету ол өзі отанға деген үлкен жетістік, үлкен үлес деп санаймын. Әскери қызмет сіздердің мінездеріңізге, көзқарастарыңызға қалай әсер етті? Өте қатты деп айтамын енді.
бірақ өз әсерін де ол әскери берді. Өйткені әскерде сен көп нәрсеге үйренесің, көп нәрсенің қадірін түсінесің. Даже әшейін қарапайым далаға көшеге шығуның өзінің қадірін түсінесің. Әскери қызмет деген менің өзімнің көзқарасыма, өзімнің мінезіме өте сай болды десем де болады. Әскерге келіп, ең бастысы біз уақытты тиімді өткізуді үйрендік, команда арқылы жұмыс жасауда. Менің көзқарасыма, өзімнің отаныма деген, халқыма деген, олардың ерлігі мен бірлігіне үлкен көзқарасым болды, және оларға деген сүйіспеншілігім арта түсті. Әскери қызметке келіп жеткенде өзімнің ойымды толықтай өзгерді. Ойым, көзқарасым, мінезім сәл сабырлыққа үйрендім, төзімділікке, шыдамдылыққа, сүйіспеншілікке, бауырмашылыққа, бір кез келген істеген нәрсені топпен істеп, командамен істеуге үйрендік. Сол. Енді сіздердің ең үлкен бір мотивацияларыңыз туралы айтып берсеңіздер. Ең үлкен мотивация мен үшін ол менің әкем. Өйткені менің әкем де әскерге барған. Олардың кезінде 2 жыл болған. СССР-дің кезінде, өйткені олар еще өз қаласында емес, басқа бір странаға барады, таяққа барады дегендей. Олардың кезінде әскер болған. Біздікі де әскер енді, бірақ әкеме қарап, менде мотивация ұстап, неге менің әкем барады, неге мен бармасқа деп дәл осыны сұрақ қойып, мен де әскерге келдім. Ең үлкен мотивация мендегі әскери қызметші болғаннан кейін ол отан алдындағы борышты адал ниетпен орындау, және отбасымның, туған-туысқандарымның, бауырларымның үмітін ақтап, үйге аман-есен оралу. Үлкен мотивация ол менің әке-шешем ертеңгі күні менімен мақтан тұтатынына сенімдімін. Өйткені не только мен тек қана әке-шешем емес, бүкіл туған-туысқандарым. Себебі мен әулет бойынша ең алғашқы әскери қызметшімін. Ең үлкен мотивация деген жақсы сұрақ. Мен үшін, менің отбасым үшін мен әскерге барған бірінші ұлмын, отбасымның. Ол мен мотивация болды. Ең біріншіден отбасының тыныштылығы және оның азат өмір сүруі, ата-ананың тыныш өмір сүруі, ата-анам маған сенім артып қазір әскерге жіберді. Солардың сенімін артып, енді үлкен мотивациямен жүрмін. Енді қазір ұлдардың ортасында көп әскерге барғысы келмейді, әскерден бас тартып жатады, немесе қашып та жатады. Енді оларға не айта аласыздар? Орынды сұрақ. Қазіргі жастардың көбісі әскерден қорқады. Мен 1 жылымды құрдан босқа жіберіп аламын, үйтем, онда жұмыс істейін, ақша табайын дейді. Көбісі сөйтіп ойлайды негізі. Мен де сөйтіп ойлағам кезінде. Бірақ әскерге өз еркіммен келгеннен кейін мен бұл жақта біраз нәрсе түсіндім. Әскер бұл жастарға берілген өте үлкен мектеп. Бұл жақта біз тек қана білім ала қоймай, одан басқа төзімділікке үйренеміз, жауапкершілікке, әрекетке, үлкендерді сыйлап, өзімізбен қатарларымызға бауыр басып, олардың да сөзін тыңдап, тек командамен жұмыс істейміз. Бұл жеке тұлғаны дамытатын үлкен бір жол, әскери қызмет ол. Біздің бір командир өте ақылды нәрсе айтқан бізге. Біз армия ең келген кезде. Өйткені ол біз түсінген, біз далада жүрген ойдақ деп, өзіміз молодой сезініп жүрген балаларымыз. Бірақ айтқан жігіттер, армия всего лишь год не вся жизнь, год на всю жизнь деген. Сол 1 жылда, сенде 1 жыл бойы ештеңе қатты өзгермейді. Өзгерсе де өзіңе жаққа қарап өзгереді. Ол мотивация бергенмен балалар оны қашып, оның смысл жоқ қашуға. Ол бұлтша барып келген жақсы. Өйткені өз әке-шенің алдына абырой болады, достарыңның алдына абырой болады. Армияға барсаң, только плюс қана көресің. Қазіргі таңда ешқандай ұрып-соғу деген әскерде жоқ. Барлық жағдай жасалған. Әр апта сайын әке-шешемізбен сөйлесеміз, бейнеқоңырау да бар. Барлық жағдай жасалған. Ешқандай арыз-шағым мүлдем болмайды әскерде қазір жүргенде. Отан алдында борышты өтеу ең маңызды заттардың бірі деп ойлаймын. Ер азаматтың, әрбір Қазақстан Республикасының ер азаматтың парызы, міндеті деп ойлаймын. Себебі ол, егер де отанды ешкім қорғамайтын болса, сонау ата-бабамыздан қалып келатқанына әлем бойынша 9-ші орында тұрған жер айдалаға құрып кетейін деп тұр. Сол отан қорғау келіңіздер, өкінбейсіздер. Көп нәрсе сабақ аласыздар, көп нәрсеге үйренесіздер, білмейтін нәрсеңізді білесіздер. Бұл жақта бүкіл жағдай жасалынған. Бұл жақта тек дедовщина деп ойламаңыздар. Бұл жақта ата-ананы да қадірін түсінесіздер, бауыр, қарындасын да қадірін түсінесіздер. Сол айтарым. Әскерде жүрген кезде бір сабақ алатын сәттер болады, өмір бақи. Сол туралы айтып берсеңіздер. Әскерге келген бетте мен
шыны керек енді азаматтық жерде жүрген кезде әскерге келген бетте ойламайтынмын әскерде бәрі бірлесіп командамен істеу керек деп әскерге келген бірінші күндер жалғыз істейсің бәрін ойлайсың мен тырысамын мен так істеймін бүйтемін сөйтемін жоқ әскери өмірде бәрі бірлесіп істеу керек екен ұйымшылдық болу керек екен бауырмашылық болу керек екен әскерде жалғыз әскерді түсінгенім жалғыз ешқайда өте алмайсың күш бірлікте екен иә бәріміздің күшіміз бірлікте екен түсіндім нағыз бауырмашылық ол әскердегі ең жақын дос ол менің ойымша ол әскердегі дос деп ойлаймын өйткені бір жыл бір тамақты бөлісіп ішесің бір жыл бір жерде жатасың бір жыл күніге бір бірінің көңілдерін аулайсыңдар біреудің көңіл күйі болмаса бір біріне көңіл күйін қосып үлесіп көмектесіп бір біріне бауырмашыл боласыңдар сол мен әскерге келгелі менің үйренгенім ол біріншіден сондай тәртіп барлық жерде тәртіп болу керек сол тәртіпті үйрендім мен әскерге келіп жауапкершілікті өз мойныма алуды да үйрендім көптеген нәрсе үйрендім барлығын бірге істеуді барлығымыз біріміз үшін деген сондай немен сол нәрсемен жүріп үйрендім үйренгеннің барлығы өзіме жақсы ешқандай артық нәрсесі жоқ армияда үйренгенім өте армияда жаман нәрсе үйренбейсің сөздің ұшына армияға келген кезде өте жақсы өзің керек нәрсені үйренесің бізде қазіргі молодежь қалай күрек ұстау білмейді нан ұстау білмейді вообще қарапайым қара жұмыс істеу білмейді армияда соны үйретеді былай істейді былай көрсетеді айтатын жерде айтып жібереді білмейтін жерде білгізіп жібереді деген теманы армияда ең түсінгенім менің ол уақыт уақыт қарапайым уақыт өйткені қазіргі бізде ең қымбат нәрсе ең артық айтылмайтын нәрсе ол уақыт қазір уақыт болмаса бізде жоқпыз деп ойлаймын әскери ант берген кездегі сезімдеріңіз қалай болды қазір ғана осы есіме алып сол ең ыстық сәт қой негізінде әскердегі қайнап тұрған кез әскери ең бірінші әскери ант берген кезде барып қолына кітапшаны алып оқып әскери ант беріп жатқан кезде дала сонда бізде өте суық болды ол әскери ант берген күні бірақ менің ішімдегі ыстық оған мүлдем қараған жоқ қайнап тұрдық иә әскери ант беру деген ол қобалжу өте көп болды ол кезде енді әскери ант беру деген ол жай ғана сөз емес ол отандыға деген адалдылық отанға деген ант беріп уәде беру және әскери қызметшілердің әрқайсысының ант берген сәтінде өте жақсы сондай ішінде болады андай толқыныс болады иә әскери ант ол әр адамның басына келетін тек бірақ мүмкіндік әскери ант берген кезде бірінші түсінгенім вот сен официально уже солдатсың официально вот солдатсың келдің енді бір жыл до конца өткіз келдің уже қабылдадың айттың ант еттің и ары қарай тұрдың ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын өйткені орысша айтқан присяга дейді өмірінде бір рет болатын присяга екінші ол қайтып келмейді өмірінде бір рет қана болады присяга бір рет келесің өтесің болды ары қарай осы сол күніңді әлі қарай өз жылыңды еске аласың осы жылы осы күні мен присяга қабылдадым осы жылы мен армияда служить етемін деп әскери ант берген кезде алғашқы рет өзіме іштей сезім болды ата анамның сенімі үміті жауапкершілігі мойныма артылған отаным деген маған елім жерім жауапкершілігі маған артылған ол деген іштегі сезім ол айту мүмкін емес ол өзін сезініп көрмесең ешқашан айта алмайсың ол айтып отыр ғой қысы жазы қарамайды разница жоқ ғой ойлаймын іштегі сезім ол бөлек болады да ол әр адам әртүрлі болады біреу жақсылап шаг айтсын біреу жақсылап оқысам біреу ойлап тұрып болашақты ойлайды жауапкершілік маған жүктелді мен осыны істеу керек маған берілген команда маған берілген бұйрықтың бәрін нақты сақтау керекпін және оны орындау керекпін деп ойлайды менде енді сондай сезім болды мен отаным деген маған беріп жатқан жауапкершілігін нақты және қатаң орындалуы деп өзіме мақсат қойдым ата анамнан нұсқау алдым әскерге келгендеріңізге қанша ай болды 11 ай 11 ай аз қалыпты ғой сізге шүкір маған 6 ай қалды 6 ай 11 ай болды келгенімізге енді 40-ына шыдап 41-іне де шыдап кеттіңіздер енді сіздерше нағыз сарбаз
қандай болу керек? Немесе осы әскердесіздер, міне мен осындай болғым келеді дейтін бір үлгі тұтатын адамдарыңыз бар ма? Нағыз сарбаз ол тек қана қаруды алып, қаруды қолдануды біле ғана қоймай, әскери және басқа техниканы біліп, оларды меңгеруге және ұрысқа дайын күйде ұстауы тиіс, оны тазалап, сүртіп, солай оны күту керек. Нағыз сарбаз ол әскери қызметшілердің өзінен тікелей жоғары тұратын командирлер мен сержанттарды және тағы басқа әскери қызметшілердің оған жүктелген міндеттері мен оған қойылған тапсырмаларын нақты және уақытылы орындалуына, өзіне деген берілген жауапкершілікті нық және ешқандай оқыс оқиғасыз орындауға, өзіне берілген мүлікке иелік етіп, всегда әрдайым таза жүру керек. Осы мен үшін нағыз солдат. Менің ойымша солдат деген ол қарапайым адам деп айтуға болады. Өйткені солдат бірінші күндер келген кезде ол бір нәрсені біліп тұрады, бір нәрсені білмей тұрады. Соны өзің білетін жерінде айтып жіберіп, білмейтін жерде тыңдап жіберіп, солдат болған жақсы. Сержант офицерлерге грубо сөйлеп, немесе тағы басқа, ол менің ойымша ол қате деп ойлаймын. Өйткені ол кісілер азынан кешкенде сен қасында жүреді, 24-те жеті осы бір жылы сен қасында жүреді, саған өз білген, саған үйретеді. Соған қастарында жүріп, айтқандарын тыңдап, жақсы сарбаз болып, айтқанын тыңдап, живи по уставу, завоюешь честь и славу дейді. Сарбаз деген менің ойымша ол біріншіден төзімділік, шыдамдылық болу керек, әрбір сарбазда тәртіп болу керек. Бауыржан момышұлы айтқанда тәртіпке бағынған құл болмас деген. Тәртіп болу керек. Жүрген жерінде бәрін сыйлап жүру керек, сарбаз деген. Таза жүру керек, киім үлгісі таза. Ол сарбаз қаруын жақсы қолдана білу керек. Техника болса техникасын жақсы қолдана білу керек. Және оны жақсы ұқыптап ұстау керек. Қаруды қолдану білмесе, ол сарбаз ертең Құдай сақтасын, бір соғыс болған жағдайда ол сарбаз емес, әшейін тело. Отан үшін жан аямай қызмет етуге дайын болу, бұл батылдық па, міндет пе? Бұны мен батылдық деп есептеймін. Себебі мен азаматтықта көрген жоқпын ешбір адамды аямай, өзін аямай жұмыс істеп жүргенін, болмаса талпынып жүргенін. Себебі бір жерім жыртылып қалды, бір жерім бүйтіп қалды жүреді. Ал әскери қызметшілерде ол жоқ, ол әскери қызметші деген ол өзін отанға беріп қойды. Өзін өзі беріп қойды. Отан үшін жан береді, өзін аямайды. Бәрі істеген игі істерін бәрі отан үшін істейді ол. Ешқашан отанға жамандық ойламайды. Ол батылдықта бір шетінен міндетті деп айтылсам болады. Себебі батылдық деген ол адам өзін беріп қойды да, отанға деген беріп қойды. Ал міндет деп, себебі ол антта жазылған. Мен ақтық демем қалғанша ант етемін деп. Сол үшін мен батылдықта міндетті деп ойлаймын. Отан алдындағы борышты өтеу, отанды қорғау ол міндетте және батылдықта болып табылады. Батылдық дегенде әрбір ер азамат өзінің отанын қорғау барысында түрлі қиындық, қатер қауіпке қарамай, өзі отанын қорғау үшін бас алмай жұмыс жасайды. Бір жағынан міндетте деп қараймын. Өйткені әрбір Қазақстан Республикасының азаматы өзінің міндеті бойынша әрбір Қазақстанның азаматтарын және азаматшаларын қорғауы керек. Әскери қызметтен кейін не жоспарлап отырсыздар? Әскери қызметтен кейін болашақта бұйыртса 4 жылдық Петропавлдағы ұлттық ұлан академиясында оқуға нұсқаулы болдым, және ол оқуға құжаттарын тапсырып, сол оқуға кетіп баратырмын. Әскери қызметтен кейін енді ол бұлай толықтай кірсем, енді отанға деген үлкен үлесім, үлкен болмаса да кішкентай болсын үлесім болып деп санаймын өзім. Отанға ақ демім қалғанша қызмет етейін деп шештім. Әскери мерзімдік қызметтен кейін отаным, елім, жерім, туған туыс, дос бәрін тыныштығын күзетейін деп шештім. Сол менің болашаққа деген жоспарым. Әскери бөлімді бітіргеннен кейін менің жоспарым жоғары оқу орындарына түсіп, заң мамандығында өзімді жетілдірсем деген ойдамын. Заңгер болсам деймін, осы
әскери бөлімді бітіріп болғаннан кейін. Менде ары қарай жалғастыру, бірақ по контракту деп айтылады. Өзінше оны қалай түсінбесін, бірақ ары қарай жалғастыру осы ТЖМ дейді ғой. Соны в рядах қайта қайталайтын боламын. Келісімшарт бойынша әскери қызметші болғым келеді. Ары бүкіл документте жинап, подпись қалып алды. Менің срочно службам біткен кезде қолды қойып, бір әскери, как бы военнослужащий по контракту болған. Енді бүгінгі ұлы күнде көрермендерімізге құттықтау тілектеріңіз болса, немесе сәлемдемелеріңіз болса, мархабат. Мен бүгінгі 9 мамыр жеңіс күнімен барлық қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Жеңістен жеңіске жете берейік. Және сәлем жолдағанда өзімнің бірінші орында мен өзімнің әке-шешеме, отбасыма рахметімді айтамын. Және сәлем жолдаймын соларға. Чтоб мендей баланы осылай тәрбиелеп, күтіп жүргендеріңізге үміт артып. Ең басында осы 9 мамыр жеңіс күнін бүкілмен құттықтағым келіп тұр. Ровно 80 жыл бұрын осы күн бізге тарихқа кірді. Осы бүкіл Қазақстанда, бүкіл әлемде айтуға болады, құттықтағым келіп тұр. Жеңістен жеңіске жете берейік, өмірде бәрі жақсы болсын. Екінші бұндай соғыс киімесін, әлемден аулақ. Сәлем айтқым әке-шешеме және достарыма. Қайсың? 9 мамыр жеңіс күнімен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Бұл күн өте ауыр күн болды біздің ата-бабамызға. Бұл күнге жету өте ауыр болды. Сонау Рейхстагқа ту тіккен күннен бастап әлі күнге шейін қазақ болып қалдық. Ата-бабамызға үлкен рахмет айтамыз. Сәлем жолдайтын болсам, ата-анама сәлем жолдаймын. Бауырыма, қарындасыма сәлем жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Батыр бабаларымыздың ерлігі бұл біз үшін тек тарих емес, бұл бейбіт өмірдің бағасын түсінудегі ең үлкен сабақ. Елдің тыныштығы ол сіздердің адал қызметтеріңіздің жемісі. Сіздерге зор денсаулық, темірдей төзім, сарқылмас жігер тілейміз. Құрметті көрермен, арнайы шығарылымның кезекті саны өз мәресіне жетті. Уақыт бөліп тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бейбіт күнде жүздескенше аман сау болыңыздар, ұлы жеңіс күні құтты болсын.